ешбір қолы көтерілген адамның тілегі қайтарылмайды төртеуінен басқа дейді. Кім ол төртеу? Біріншісі дұрыс айтады. Әке шешесіне азар бергендер дейді. Алла сақтасын. Екінші дұғасы қабыл болмайтындар дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Туысқандық қарым қатынасты болды мен араласпаймын деп үсіп тастағандар дейді. Үшінші дұғасы қабыл болмайтын кісілер кімдер дейді? Арақ ішкендер дейді. Төртіншісі дейді, екі мұсылман бауыр бір-бірімен ренжісіп қалған дейді. Кім ол төртеу? Біріншісі дұрыс айтады. Әке шешесіне азар бергендер дейді. Алла сақтасын. Енді мешітке ондайлар жоқ деп ойлаймын мен мына жерде. Кеше Жарқын ұстазбен кездескен кезде айтып жатыр, осы Алматыда бір қариялар үйіне барған екен. Сол айтып жатыр, дейді. Қариялар үйіне барып Рамазанның боксын тараттық дейді. Мынадай коробка Рамазанның несі? Сыйлықтары. Соның бәріне біртіндеп беріп жатсақ, бір апа тұрды айтты дейді, балам маған үшеуін берші деп айтты дейді. Біреу өзіне, екеуін қосымша тағып. Ойбай, апа мына біреуіне ақ тойып қаласыз, ішінде біраз нәрсе бар. Білем, тоятынды білем, бірақ ертең балам келетін еді деп айтады дейді. Пенсиясын тартып алған, ит қылып қариялар үйіне тастаған шешесін. Ана бала ертең келеді дейді. Сол баланы ойлап немерелеріме беріп жіберем деп айтады дейді. Жаңа қалған коробкаларды. Ол қалған коробка емес, өзінің де коробкасын беріп жіберейін деп тұр ғой. Көрдіңіз ба? Соны ана оңбаған тастап кеткен де көрдің ба қариялар үйіне. Қаншама қиналып ауырған кезде шешең сені тастаған жоқ. Бүгін аяққа тұрып едің, шешең саған керек болмай қалды. Көрдің ба? Өйткені үйде біреудің поясының несін тыңдап отырсың да сен. Үйде сұрап жатырдық дейді. Неге бұлай болып қалды деп. Балам тым жақсы еді дейді. Үйге бір кісінің қызы келіп еді, содан кейін бұзылды балам дейді. Көрдіңіз ба? Оқиды деді, соқиды деді. Үйінің ішінен дейді, үйінің ішінен. Маған үлкен бөлме керек емес дейді. Итак мына қариялар үйінде дәу бөлмеде жатқан жоқпыз, бір бөлмеде 3 адамнан жатық дейді. Сол маған 2-де 4 жер болса да үйіне мен сиятын едім деп айтады дейді. Міне, әке шешесін қариялар үйіне тастағандар ұялмай солар мешітке келіп отырып дұға қылатын болса, ешбір дұғаң қабыл болмайды. 100% гарантиямен айтып беремін. Ешбір дұғаң қабыл болмайды. Не ғайбыл сен, шешең анаяқта қайғыдан қан жұтып жатқан кезде сен ұялмай қалай келіп тұрсың мешітке? Қалай сен үшін 4 бөліп ұйқысын түнімен ауырсаң больницаға бірінші апармай өзі емдеп қиналып түнде оянып емізіп ауырсаң сенің табаныңа кірген тікен менің маңдайыма кірсін деген шешеңді қалай сен апарып тастайсың? Көрдіңіз ба? Имансыздықтың жеткен шегі қандай? Қарттар үйі деген нәрсе қазақ тарихында болмаған. Ал қазір күн сайын қарттар үйі ашылып жатыр әр қалада. Осы қуанатын нәрсе ма? Өлсейші одан, әке шешеңді ондай қылғанша өл. Ата-ананың разылығы, Алланың разылығы ата-анаға байланып қойған. Әке шешең наразы ма? Қадір түніне азаннан қара кешке дейін сәждеден басыңды көтермесең де, пайғамбарымыз салсам қабыл етілінбейді деп жатыр. Мінеке, сондықтан Алла тағала не то что қарттар үйі, әке шешеңнің алдына келіп айтқандарынан қайтпайтын бәлекесіне дедің ба? Алла тағала дейді, «Вәлә тақул ләхума уффин» дейді. Уф деп айтпа дейді. Әке шешеңнің алдына келіп уф деп айтпа дейді. Не то что ауыр сөйле, уф деп айтпа дейді әке шешең. «Вәлә тәнхәрхума» ол екеуіне ешқашан жекіп сөйлеме дейді. Ана ғашық болғаныңа қандай жылы сөздеріңді арнап жатсың? Өлем, күйем, сүйем, бітем, сөйтем. Жүрегім, жан жүрегім бірден. Айт соны әке шешеңе. Кімнен туғаныңды ұмытып қалдың бәлде? «Вәлә тәнхәр» ол екеуіне жекіп сөйлеме. «Ва құл ләхума қаулан кәрима» ол екеуіне тек қана жылы жұмсақ сөйле, қартайған кездерінде көңілдеріне қаяу түсіп қалмасын дейді Алла тағала. Көрдіңіз ба? Қартайған кезде көңіліне қаяу түсірмейтіндей, әп-әдемі теп-тегіс жұмыр келсін, айналасы дегендей әдемі қылып сөйлеп, әдемі ренішіңді де әдемі қылып жеткіз. Жерге ұрып, телефоныңды жарға ұрып, қиратып жерінен бе. Көке, қой болды. Ертең әке шешең өліп қалса,
Бирөө саған келіп әке шеше бола алмайды бәрібір. Көрдіңіз ба? Өліп қалғаннан кейін қаншама бауырлар келіп жатыр ғой, араларында да отыр. Енді неше түрлі адам келеді ғой бізге, неше қаншама бауырлар келіп, әке шешем өліп қалған. Жылай берем, ана өкінем дейді, бір ауыр екі сөйлеп қойған жерлерім бар дейді, өкінем. Міне көрдіңіз ба? Қолыңды мезгілінен кешірмегенмен не керегі бар? Өкінгенмен не керегі бар? Әке шешең өкінгенмен не керегі бар? Өкінгенмен әке шешең жаңағы ренішін баса қояды дейсің ба? Кетіп қалды ғой, болды ғой. Не істей аласың енді? Кетпей тұрған кезде бар кезде қадірін біл, бар кезде қадірін біл. Жоқ кезде, әке шешең өмірден өткен кезде, өкінбейтіндей артыңа қараған кезде өз-өзіңе риза болады. Альхамдулилля, әкемді де, шешемді де батасын алдым. Осылай өмір сүрейді жағы. Екінші дұғасы қабыл болмайтындар дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Туысқандық қарым қатынасты болды мен араласпаймын деп үсіп тастағандар дейді. Кім туысқандық қарым қатынасты үзсе, Алла тағала мен одан рахымымды үзіп тастаймын дейді. Менің рахымымнан үміт үзбесін, үміт күтпей ақ қойсын дейді. Көрдіңіз ба? Кім өмірінің ұзақ болуын қаласа дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, онда туыстық қарым қатынаспен арасын жақсы қылсын. Мейлі ол не прав болса да, сен алдына бара бер иншалла. Өйткені сенікі не прав, дұрыс емес болып тұрып алдына барсаң, Алла жәннаттың ортасынан үй сыйлайды дейді ол адамға. Ана қараңыз. Көрдіңіздер ме? Үшінші дұғасы қабыл болмайтын кісілер кімдер дейді? Арақ ішкендер дейді. Бар ма қазір арақ ішіп жатқандар? Жоқ, бұл жерде айтып жатқан жоқпын. Айналада бар ма? Ішіп атқаны бар, искеп атқаны бар, мұрын толтырып шегіп атқаны бар, жетеді. Тап-табымен, түр-түрімен бар. Түр-түрімен бар. Алла олардың қадір түнгі дұғасын қабыл етпейді дейді. Қашан ананы мен тастадым деп айтпайынша дейді. Көрдіңіздер ме? Төртіншісі дейді, екі мұсылман бауыр бір-бірімен ренжісіп қалған дейді. Сол екеуі қашан бір-бірімен татуласқанға дейін олардың тілегі қабыл етілмейді деп айтты. Алла сақтасын енді. Мынау ескерту ретінде айтып жатырмын, мен ешкімді жазғырайын деп жатқан жоқпын. Ескерту ретінде айтып жатырмын. Әлі бізде мүмкіншілік бар.